Ел тәуелсіздігі егемен елдің еңсесін тіктеп, ел болашағын жарқын жолға бағыттады. Алты құрлықтағы алпауыт елдермен тереземіз теңесіп, төрткүл дүниеге атымыз танылды. Тұғырлы тәуелсіздіктің аялы алақанының аясында мемлекетіміздің білім, ғылым, денсаулық, спорт саласы қарыштап дамып, ел жастары мерейімізді асыруда. Бейбіт елдің бірлігі мен бүгінгі таңда білімді жастарымыз өркендеп келеді. Сол білімді жастарды тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатып келе жатқан Қарағанды облысы білім басқармасының білім бөлімінің нөмірі 1 жалпы білім беретін мектебінің ғимараты 1965 жылы салынды. Мектеп салынғаннан бері 37 жыл орыс мектебі болған. 2002-2006 жылдары аралас мектеп статусын иеленген. 2006-2007 жылдары қалалық білім бөлімінің шешіміне сәйкес қазақ мектебі болып қайта жұмыс атқарды. Мемлекеттің болашағын қалыптастырушы жастардың бойына көшбасшылық және дипломатиялық қасиеттерді сіңіру арқылы жауапкершілігі мол, жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруды мақсат еткен мектеп. Ұжымдық шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру, азаматтық қоғам қалыптастыру, түрлі бағдарламалар арқылы тұлғалық дамуға қол жеткізуді көздейді. Мектебімізде ұлттық қолөнерді насихаттауда ұлттық қолөнер, креативтік өнер, тігін студиясы, тоқыма өнері, оқушылардың бойына өнерге деген сүйіспеншілікті қалыптастыру бойынша театр өнері, үкілі домбыра, вокал, хореография, сиқырлы палитра, тілді дәріптеу мақсатында ағылшын клубы, жас тілші үйірмелері және интеллектуалдық ойындар мен робототехника клубы жұмыс істейді. Спорттық ойындарды жандандыруда шахмат, футбол, үстел теннисі, баскетбол, көңілді доп, өмір қауіпсіздігін сақтау мақсатында жас құтқарушы секциялары істейді. Мектеп тарихында 2020-2021 оқу жылында алтын белгі иелері де бар. Олар Шолыбай Ақжол, Жұмабаева Алтынай. Спорт саласында мектебіміздің оқушылары бұқаралық спортты дамыту мақсатында өткен 2021 оқу жылының мектеп лигасы бойынша 3-ші орын иеленді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай өткен дзюдодан 1-ші орын иеленген мектеп мақтаныштары да жетерлік. 2017-2018 оқу жылында Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Күләш Ноғатайқызы Шамшидинова қызметтік іс-сапармен мектебіміздің білім саласындағы өзгерістер мен басымдықтар, басқа да мәселелер төңірегінде пікір алмасты. Мектебіміздегі бұл кездесуге Қарағанды облысының білім басқармасының басшысы Иманғалиев Есенғазы Нұртөлеұлы да қатысты. Білім беру саласын дамытудағы мектептегі тәрбиенің рөлі жайлы іс-шаралардың маңыздылығы туралы сөз қозғалды. Жезқазған қаласына 65 жыл толуына арналған әдеби музыкалық композиция өтті. Жасай бер елім қазағым, еселеніп қажабың, 30 жылдығың құтты боп, кіре берсін ажарың дей келе, рухы биік, намысы берік, келешекке бастаушы, келешекті жасаушы ұрпақпыз. Қолда бар алтынның қадірін білу, оны бір дәуірге аманаттау, жеткізу мойнымыздағы парыз.